Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең дәмді 100% сенімді ащы аджиканың жасалу жолымен бөлісемін. Аджиканы осылай жапсаңыз, банкаңыз мүлде атылмайды. Менің каналыма тіркеліп, видеоны сақтап алыңыз. Құрамына керек мөлшерін астына описание бөліміне жазып қойдым. Алдымен баялды, сәбіз, болгар бұрышы, сарымсақ, қызанақ, ащы қызыл бұрышты жақсылап жуып, видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Баялдыны алдын ала турап, тұз сеуіп қоямыз. Кейін міндетті түрде шыққан суын төгеміз. Турап болған соң бәрін ет тартқыштан өткіземіз. Блендерден де өткізуге болады. Кейін қазанға май құйып, кішкене қыздырамыз. Үстіне өткізілген қоспамызды жай-жайдан салып араластырамыз. Үстіне дәміне қарай тұз, түйіршіктелген қара бұрыш салып араластырамыз. Біз осылай қазан толғанша ет тартқыштан өткізілген қоспаны үстіне қосып араластырып отырдық. Ара-арасында асты жабысып қалмас үшін араластырып тұру қажет. Пісуге жақындағанда үстіне лавр жапырағын салып араластырамыз. Дайын болған аджиканы таза стерилденген банкаларға құйып жабамыз. Өте оңай әрі дәмді, қыста рахаттанып жейтін боласыз. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, пікір жазып кетіңіз. Ас болсын!